Мен Еркеш Сайлауқызы Алматы облысы Қарасай ауданы Шамалған ауылындағы Бота балалар бақшасының әдіскерімін. Менің балабақшада жұмыс істеп жүргеніме 9 жылдан асты. Әр мамандықтың өз қиындығы мен қызығы бар. Бүлдіршіндерді тәрбиелеу өмірдегі бақытым, жүрек қалауым. Ғұлама ұстаз Әл-Фараби білім берме, тәрбие бер деген екен. Тәрбие өмірдің өзекті мәселесі екенін әрбір атана жақсы біледі. Сондықтан біз бұғанасы қатпаған сәбилерге ізгілікті, ұлтын сүюді, адамгершілік пен еңбекқорлықтың әлқисасын үйретеміз. Әрине, былдыр-былдыр тілі шыға бастаған балдырғандарды білімге баулу ең машақатты іс. Олар балаусадай нәзік, ақ қардай таптаза, періште қалыпта алдымызға келеді. Сондықтан да тәрбиеші баланың тағдырына аса жауапты. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы басты бағыт оқу тәрбие жұмысын жүйелі жоспарлау, жаңа технологияларды қолдана отырып, балалардың ақыл ойын дамытудың тиімді жолдарын қарастыру. Педагог тәрбиешілеріміз бен тәрбиелеп отырған балаларымыз түрлі байқаулардан жеңімпаз атанып, жетістікке жетіп жүр. Бұған педагогтарымыздың бірлесіп әдістемелік кітаптарды жаңғыртуымыз, жан-жақты білім берудегі тәжірибемізді шыңдағандығымыздың пайдасы тиюде.